Отандық кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі уәкіл Болат Палымбетов Жайық өңіріне іс-сапармен келді. Бизнес-омбудсмен жергілікті іскер жандармен кездесіп, кәсіпкерлік саласындағы кем-кетіктер мен тиімді тетіктерді талқылады. Бизнес экономиканың драйвері, аймақта кәсіпкерлік қанатын кеңге жайып келеді. Іскер жандарға жан-жақты қолдау көрсетілуде, нәтижесінде соңғы жылдары шағын және орта бизнес субъектілерінің саны әлдеқайда артқан. Жыл сайын жаңадан тіркелген шағын және орта бизнес өкілдері көбейіп келеді бізде. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау мен әкімшілік кедергілерді азайту бағытындағы өңірлік кәсіпкерлер палатасымен жүйелі түрде жұмыс жасалынуда. Облысымыздағы кәсіпкерлердің мүдделерін қорғауға қатысты 27 консультативтік кеңесші органдардың құрамының 50%-дан астамы бизнес өкілдерінен құралған. Кейбір кәсіпкерлерге әкімшілік кедергілері қолбайлау. Болат Палымбетов бизнес қауымдастықтарынан түсетін өтініштердің басым бөлігі салық, жер телімі және мемлекеттік сатып алу мәселелеріне қатысты екенін айтты. Былтыр батыс қазақстандық кәсіпкерлерден 229 өтініш келіп түссе, соның 150-і оңтайлы шешілген. В сфере земельных отношений Жер қатынастары саласы бойынша жергілікті атқарушы органдар тарапынан ашықтық пен жариялық талап етілді. Жер телімдері туралы мәлімет ай сайын ашық түрде жарияланады. Конкурсқа қатысу, конкурс уақыты, құжаттар тізбесі заң жүзінде бекітілген, ал экология саласы тарапынан мемлекеттік экологиялық сараптамадан қайтадан өтудің қажеті болмайды. Өткен жылы елбасы кейбір заңнамалық актілерге кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойған еді. Салада бақылау және қадағалау, қызмет түрлерін оңтайландыру және кедергілерді жою жұмыстары кең көлемде жүргізілді. в результате взаимодействия Елдің бас прокуратурасымен бірге тиісті жұмыстарды жүргіздік. 2015 жылы экономикалық заң бұзушылық бойынша 8107 талап арыз түссе, соның 1900 ғана сотта қаралған. Яғни шағымдардың 80% сот процесіне жетпеген. Жүргізілген реформалар нәтижесінде жағдай қазір реттелді. 2018 жылдан бастап кәсіпкерлерден түскен шағымдар жан-жақты сараланады. Жиын барысында облыс прокуроры бизнес субъектілерінің құқығын қорғау бағытында қолға алынған шараларға тоқталды. Аймақтық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе әзірленген жол картасы аясында 12 бастама жүзеге асырылды. Бүгінде өңірде құқық қорғау қызметтері орталығы жұмыс істейді. Фронт кеңседе мамандар іскер жандарға тегін кеңес береді. Сонымен қатар ерсот және қамқор жобалары дайындалған. Есть вопросы к деятельности и монополистердің де жұмысына қатысты мәселелер бар. Олар кей жағдайда қарапайым кәсіпкерлердің құқығына жеткілікті деңгейде назар аудармайды. Мысалы, Жайық жылу қуат шағын өндіріс орнына техникалық қызметті 10 күннен 20 күнге деген көрсетпеген. Мұндай жағдай Батыс Қазақстан электр желілерін тарату компаниясында да тіркелді. Кінәлі тұлғалар жауапқа тартылды. Тасымалдаушылар тарапынан да кемшіліктер орын алды. Сондай-ақ кәсіпкерлік субъектілеріне су бағасын өсіру фактісі анықталды. Прокуратура шешімімен кей аудандардағы кәсіпорындарда коммуналдық қызмет ақысы төмендетілді. Облыстық кәсіпкерлер палатасы жанындағы құқық қорғау кеңесінің төрағасы бірқатар күрмеулі мәселелерді тілге тиек етті. Первый определил так: неэффективность. Жергілікті атқарушы органдардың тиімді жұмыс жасамауы, жауапты тұлғалардың салғырттығы және сыбайлас жемқорлық тәуекелдері салдарынан кәсіпкерлікке кері әсерін тигізді. Жергілікті атқарушы органдар бизнес қауымдастығы алдында мына мәселелерге аса мән беру қажет. Біріншіден, мемлекеттік сатып алу және тендерлер. Екіншіден, мемлекеттік жекеменшік әріптестікте жергілікті инвестиция. Үшіншісі, жер және инфрақұрылыммен қамтамасыз ету. Төртіншісі, мемлекеттік қаржылай қолдау. Екінші мәселе, бюджеттік жоспарлаудағы әкімшілік процестердің жариялы еместігінде. Ұсыныс пікірлер ескерусіз қалмайды дейді Болат Палымбетов. Өңір бойынша сәулет және құрылыс, көлік логистикасы, медициналық және фармацевтикалық өндіріс, техникалық кәсіптік білім беру, мемлекеттік сатып алу салаларында кемшіліктер байқалады. Алдағы уақытта арнайы жол картасы шеңберінде түйткілдерді тарқату жолдары қарастырылады. Жиын соңында әріптестік жөнінде меморандумға қол қойылды. Еркебұлан Самадияров, Бәйбек Сағынғалиев, Асылжан Қадимов, Ажайық арнасы.